Қазақстанда алып металлургия зауытын құру идеясы өткен ғасырдың 30 жылдарында пайда болған еді. Геолог ғалымдар Сәтбаев, Русаков, Спиранский оның құрылысы туралы мәселені бірнеше рет көтерген еді. Ұлы Отан соғысы жылдарында ғалымдардың батыл идеялары іске асырылды. 1942 жылдың маусымында КСР ғылым академиясының президенті Владимир Леонтьевич Комаров Қазақстанның жер қойнауы ресурстарын қорғаныс қажеттілігіне пайдалану туралы өз хабарламасында қара металлургия саласында мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың жетекшілігімен жүргізілген жұмыстарды пайдалана отырып, жаңа металлургия зауытын салу үшін орынды орталық Қазақстанда таңдау туралы мәселені қарауымыз қажет деп көрсеткен. Қарағанды маңында шағын қайта елемдеу зауытын салу туралы шешім сол 1942 жылы мемлекеттік қорғаныс комитетінде қабылданды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев орталық Қазақстанда металлургия зауытын салатын орын таңдауға белсенді қатысты. Орын Самарқан кентіндегі бірінші Қарағанды Гіресі алаңының жанынан таңдалды. Қарағандының көкселетін көмірінің, Атасу және Жезді кен орындарының, темір және марганец искендерінің, топар флюстері мен ақтастарының, Байқоңырдың отқа төзімді саздарының, Алексеевкадағы доломиттердің жақындығы оны географиялық тұрғыдан тиімді етті. Кейінгі жылдар мұнда Қазақстан магниткасы мен металлургтер қаласы Теміртау бой көтерді. Қазақ металлургия зауыты 18 айлық екпінді еңбектің арқасында салынды. Дәуір осындай қарқынды талап етті. Өйткені майдан қазақстандық металды күтіп жатқан еді. 1944 жылдың 31 желтоқсанында Қазақ металлургиялық қайта електеу зауыты алғашқы болатты шығарды. Майдан үшін болат балқыту Мартен пештерінде жүзеге асырылды. Осыдан кейін Мартен пештері соғыс және соғыстан кейін кезеңдегі кеңестік бейнелеу өнерінде де, поэзияда да, прозада да, лирикалық әнде де жиі кездесетін болды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев соғыс жылдарында Қазақстанның мемлекеттік жоспарлау министрлігінің ауыр өнеркәсіп бойынша комиссиясын басқарғанын атап өткен жөн. Қаныш Имантайұлы КСР ғылым академиясының қара металлургия, химия өнеркәсібі, отқа төзімді өнеркәсіп, құрылыс материалдары, және басқаларды құру сияқты көптеген мәселелер бойынша комиссиялармен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеді. 1942 жылдың аяғында қазақстандық майдангерлерге жазған хатында Қаныш Имантайұлы былай деді: Қазақстандық кендерден алынатын моливден, вольфрам, тағы басқа сирек металдарды қазір сіздер қолдарыңыздағы танктердің сауытында, артиллериялық қару оқпандарында, әскери кемелер, ұшақтар, пулеметтер мен мылтықтардың темірлерінен сезінесіңдер. Осының бәрінде ғалымдар еңбегінің елеулі үлесі бар. Соғыс біткен бойдан 1945 жылдың 1 қазанында Қазақ КСР жоғары кеңес президиумының жарлығымен Самарқан кенті Қарағанды қаласы қала аймағы құрамынан шығарылып, Теміртау қаласы болып қайта құрылды. 1948 жылы толық металлургиялық циклі бар Қарағанды металлургия зауытының құрылыс алаңы бекітілді. Зауытпен бірге қалада өз келбетін өзгертіп өсе бастады. 1956 жылы ақпанда Кеңес одағы коммунистік партиясының 20-шы съезі Қарағанды металлургия зауытында қуаты жылына 1.350.000 тонна шойын өндіретін домна пештері мен үздіксіз табақ диірмені іске қосылсын деп қаулы етті. Осылайша Қазақстанда қара металлургия алыбының құрылысы басталды. Қарағанды металлургия комбинатын негізінен комсомол жолдамасымен келген ерікті жастар салды. Жылдар өтіп жатты. Алғашқы домыншілердің мінездері кемелденді. Жылдар өтіп 1971 жылға қарай шикізатты қайта өңдеуден дайын өнімді дайындауға дейін өсіп, толық металлургиялық циклді комбинатқа айналған Қарағанды металлургия зауыты да ұлғайды. Дәл сол кезде 1971 жылы Теміртау қаласы мемлекет пен қоғам алдындағы ерен еңбегі үшін жоғарғы марапат, еңбек қызыл ту орденімен марапатталған Қазақстанның бірінші қаласы болды. Сұрапыл соғыс жылдарындағы елдің өнеркәсіптік дамуына баға жетпес үлес қосқан кеңес ғалымдарының ерлігі ауыз толтырып айтарлықтай. Қазақтың тұңғыш академигі Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың есімі енді Теміртау қаласы тарихы мен Қазақстан тарихына мәңгілікке жазылатын болды.